Оқушы болу үшін қожаның не істеуі керек? Ал, сөйле, батыр. Тұр! Отыр. Балалық жадымызда қандай бейнелер ұмытылмастай жатталып қалды десе, ойымызға бірден қожа оралады. Қазақ өнерінің биігі бүгінде мүсін арқылы мәңгілікке жол тартты. Бұл қожаға ғана қойылған ескерткіш емес, бұл балалар әдебиетіне, қазақтың балалар фильміне қойылған ескерткіш десек, әбден лайық. Шынайы өмірдің боямасыз суреттері арқылы оқырманның жүрегіне жол тапқан шығарма өткен жылы француз тіліне аударылды. Әлемдік нарыққа жол тартқан Je m'appelle қожаның жолы ашық болғай дейміз. Қожа бұған дейін де көптеген тілге аударылған, орыс, украин, өзбек, латыш деген сияқты. Ал енді былтыр Бердібек Соқпақбаевтың 100 жылдық мерейтойына орай оның Менің атым Қожа повесі француз тіліне аударылды. Және аударылып қана қоймай, Парижде үлкен деңгейде мәдени ғылыми іс-шара өтті. Қазақтың қабырғалы қаламгерінің керемет туындысы, шоқтығы биік шығармасы бұлай халықаралық әлемдік деңгейде насихатталып жатқан әрине қуантады. Классикалық киноның жаңа заманға сай ұсынылатын, жаңа буынмен қауышатын жалғасы 13 наурызда экранға жол тартады. Бірнеше ұрпақтың сүйікті картинасы енді Қожа жаңа саяхат атауымен оралмақ. Қожамен жаңа саяхатқа дайын болыңыз. Фильмнің негізгі идеяларының бірі қазіргі қоғамда көп кездесетін түрлі қиындықтарға тап болған, жаны таза, үлкен белесті бағындырғысы келген 15 жастағы жасөспірім Қожаның арманына жету жолындағы әлегі. Мен түскен фильм Қожа жаңа саяхат бірінші бөлімі секілді сәтті болу үшін қолымыздан келгенше тырыстық. Көрерменнің көңілінен шығады деген үміттеміз. Жылдар өтіп, өнер мен әдебиет қайта жаңғырады, қаншама буын алмасып, ұрпақ ауысады. Ал қазақ үшін Қожа бейнесі мәңгілік аласармас биігінде қалмақ. Фариза Бауыржан, Еуразия ұлттық университеті.